ECP кілтін қашықтықтан жүктеу үшін ең алдымен бізде Enslayer бағдарламасы орнатылған болу керек, ключі. Біздің жағдайда орнатылған, ал егер сізде жоқ болса, pk.gov.kz-ден Enslayer деп жүктеп аласыз. Осы домалақты бастап. Ал егер де сізде орнатылған болса, онда egov.kz сайтына кіріп, астына қарай түсіп, мына жақта сол жақ қатарда ECQ-ны қашықтан алу деген батырма бар. Соны таңдаймыз. Бұл жерде екі вариант ұсынылған: ECQ-ны қашықтан алу және бұлтты ECQ. Біз біріншісін таңдаймыз, ECQ-ны қашықтан алу деп. Мына жерде онлайн сұрау деген батырмасы бар, соны басамыз. Бірінші қадам бізде таңдаймыз, жеке тұлғаға алып жатырмыз, соны JSN ин теріп жазамыз. Сұранысты жіберу батырмасын басамыз. Егер де бәрі дұрыс болса, екі галочка жасылып жанып тұрады. Енді жеке куәлік дегенді таңдаймыз. ECQ-ны алуға көшеміз. Бұл жерде клиенттің egov-тағы нөмірін теріп жазамыз. Получить код деп басамыз. Клиентке код келу керек, соны күтеміз. SMS кодты жіберген соң соны теріп жібереміз. Тезірек уақытты кетіп қалмай тұрғанда. Камера шықпау үшін, бізді көрмеу үшін камераны блокировать етіп тастаймыз. Сол үшін бізде мынандай QR код шығады. Смартфоннан кіреміз де QR кодты сканерлеу керек болады. Кейбір смартфондарда встроенный бар сканер. QR сканерлейтін встроенный не бар функция. Мысалы, мына телефонда бар, мне сканирую QR код деп тұр. Ал кейбір телефондарға орнату керек болады Google Play-ден. Енді мындай сканерлеп аламыз да, сол кезде мына жерде сілтеме шығады. Сол сілтемеге басамыз да, ары қарай бізде браузер ашылу керек. Сол браузер ашылғанда, мына жерде жоғары жағында сілтемеге басқан кезде осындай міне копировать деген кнопка бар. Сол копировайтты басып аламыз. Жаңағы сілтемені енді WhatsApp-та ашамыз да, WhatsApp-қа вставить етіп, клиентке жібереміз. Сілтеме арқылы өтіп, фотоға түсу керек екенін ескертеміз. Ал енді клиент өзі фотоға түсіп болғаннан кейін мына жерде күтеміз. Түсіп болғаннан кейін осындай разрешить деп шығады. Ол разрешить деген батырманы басамыз. Осы бетте бұл жерге галочка қойып, енгізу деген батырманы басамыз. Астына қарай түсек, кілт қоймасын таңдау деген батырманы басамыз. Енді бұл жерде компьютерден орын дайындаймыз, папка, қай жерге сақтайтынымызды. Мысалға документы, сол ішіне новый папка және клиенттің атын жазып сақтап, өзімізге ыңғайлы етіп сақтап қойға болады. Енді осы папканы выбрать папку деп таңдаймыз да, құптау батырмасын басамыз. Енді бізге осындай тағы бет ашылады, сертификаттарды жүктеу деген. Басқан кезде мына жерге пароль енгіземіз. Стандартты пароль, ол үлкен А, кішкентай 1, 2, 3, 4. Сөйтіп енгізсеңіздер болады, ұмытып қалмау үшін. Парольді жазғаннан кейін енгізу, құптау батырмасын басамыз. Енді сертификаттар жаңағы папкаға жүктелді. Ашып тексереміз. Документі жаңағы клиент, бізде ECP Айнұр. Осы папканы ашқанда міне екі кілт тұр. Екі кілт, біреуі out деген авторизация ету үшін, RSA деген қол қою үшін екі кілт. Енді бұл кілттерді клиентке қалай жібереміз? WhatsApp қосып аламыз компьютерда. Клиентті тауып аламыз да, плюс батырмасын басып, документі деп таңдаймыз. Жаңағы папкамызды ашып аламыз. Сол папкадағы жаңағы кілттерді таңдап, открыть деп жібереміз, отправить етеміз. Енді клиенттен егер де электрондық поштасын білетін болса, соны сұрап аламыз, өйткені поштаға жіберіп қойған дұрыс болады, өйткені кілттің срогі 1 жыл көлемінде. Клиенттен кілтті алғанымды айтып отырмын. Алдым деп, почта бар ма деп сұрап отырмын. Почта бар деп жазып жіберді. Енді поштаны жазғанын күтіп отырмын.
Клиентке ецп паролін жазуды ұмытпаңыздар. Хотя стандартный пароль қойсақ та бәрібір жазып айту керек қандай пароль қойғанымызды. Клиентте негізі ецп кілті бар, ескісі әлі активный, бірақ сонда да жаңасын ашып қойғысы келген екен, сол үшін сұрап отыр, осымен кіре аламын ба, енді ескімде жұмыс істей бере ме деп. Бұл жерде мен почтасын сұрап отырмын, бірақ иә, ескімен де әлі кіре береді, өйткені срогы бар болғаннан кейін ескімен де кіре беретінін айтып отырмын, иә деп. Клиент маған почтасын жазып жіберді, енді почта арқылы клиентке жібереміз. Ол үшін өзіміздің почтамызға кіріп аламыз. Мен Gmail почтамды аштым. Енді бұл жерде написать деген батырманы басамыз да. Жаңағы кілттерді, мына жерде скрепка бар, сол скрепканы басып почтаға сақтаймыз. Міндетті түрде бұл жерде де парольді жазып қою керек. Жаңағы бізге WhatsApp-қа жазып жіберген почтаны веб WhatsApp-қа кіріп, сол жерден копировать етіп алсақ болады. Белгілеп та копировать етіп алады, немесе мышканың оң жағын басып копировать электронный адрес почты копировать етіп алуға болады. Получателге жазамыз, одан кейін тақырыбына ецп деп жазып, отправить батырмасын басамыз. Почтаның отправленный бөлімінен біздің жөнелтілген ецп-ның кеткенін көруге болады. Енді клиентке WhatsApp-қа жібердік деп жазамыз, және осымен болды.